Жалған сезімдер махаббат хикаясы, ал әселге деген сағыныш өз алдына бір бөлек. Жаным-ау, соңғы хатында сені асыға күтуші жаның әсел деп аяқтапты. Өткен бір жылымның әр күнін сені ойлаумен өткіздім ғой. Өзіңе деген сағынышты айтсаңшы. Неге ғана саған келетін күнімді айтпадым екен? Мен де қиялимын, өзімше сюрприз болғым келген түрім ғой. Құшақ гүлмен мені көргенде қандай сезімде болар екенсің? Ой жетегінде, арман елімде осының бәрін өзімше көзіме елестетіп келемін. Ертең мына темір есектен де түсемін, туған жерімнің ауасын еркін жұтып келемін. Тіпті құмарым қанар емес. Жұта бер, жұта бер. Көше бойын жағалап орталық базарға да келдім. Іні қарындастарыма, ата-анама сыйлықтарымды алып, базардан шыға берістен гүл сататын дүңгіршектен қалған ақшамның бәріне әселге деп гүл сатып алдым. Ойымдағыдай құшақ болмаса да 5-6 раушанның басын біріктіріп әдемі етіп орап берді. Әйтеуір беруге әдемі. Алған сыйлықтарыма көңілім тоқ. Бірінші кімнен бастасам екен? Бірден үйге ма барсам ба, жоқ жол бойындағы қанатқа соқсам ба? Ол емдеме екен, менің келтінімді өз үй ішімдегілерден басқа ешкім білмейді, және білмесін деп қатаң ескерткен едім бәріне. Жарайды, соқсам соғайын, жол бойында ғой, ештеңем кетпес, не дегенмен бір партада 11 жыл бірге отырған досым ғой. Деген оймен біздің көшенің басында тұратын досыма қарай тарттым. Мені қызықтыратыны, мені алғаш көргенде барлығы қандай күйде болады екен. Келер уақытымды ойша топшаласа да, дәл бүгін келерімді кім біліпті. Оның үстіне кеште батып барады, күн ұясына батып қараңғылық даланы сәл тұмшалаған. Күн батқанға дейін үйге қанша үлгерем десем де жете алмадым. Досыма да соға кетуді жөн санаған соң, шешінген судан тайынбас асыға қанаттың үйіне кіріп бардым. Алдымнан күле қарсы алған анасы мені көріп қуанып жатыр. Алма кезек бетімнен сүйіп, амандығымды да сұрап, әсерлік өмірімді сұрап тоқтар емес. Ойымда өзім де асығыспын. Тез, қысқа қайыра жауап бере салдым. Қанатты сұрадым. Ол да үйінен шығып кеткен екен. Мен де үйге қайта берейін деп ойладым. Қанаттың анасымен жылы қоштасып үйге қарай аяңдай бердім. Ауыл түнін еске алып жан-жағыма елеңдеп келе жатырмын. Көшеде бұрынғыдай екпін жоқ, тіпті бір жыл болса да өзгерген секілді. Әлде сағынғандікі ма екен? Күн басқан соң салқына алып қараңғылық басады. Сұқтана келіп денеңе тиген самал желде денеңді бір сілкіндіреді. Жан-жағыма жалпаңдап келе жатып кенет дүкен артында өскен қалың ағаштар жақтан шыққан жауысқа елең ете қалдым. Тынас дауыс. Тіпті екі дауыс шығып жатыр. Ер баланың да, қыз баланың да дауысы анық естіліп тұр. Бірі әселдің, екіншісі қателеспесем қанаттың дауысы. Өз құлағыма өзім сенбей жай басып соларға қарай аяңдадым. Көше жақтан екі қара сұлба болып көрінгенмен, жақындай келе бейнелер айқындала түсті. Бірақ олар мені байқар емес. Енді бәріне сенімдімін. Бұлар мен ойлаған екеуі, Қанат және Әсел, қызық, кеш батқанда екеуі не істеп жүр. Құлағымды түріп әңгімелерін әрі қарай естідім. Қанат, енді не істейміз, нені айтасың жаным? Бір жыл өтті ғой, Серік әрден неміне келеді. Қашанғы осылай жасырынып жүрмекпіз? Жоқ, мен сені емес, Серікті сүйемін. Солай де, сүйген мені не істейсің? Арыңды не деп түсіндіресің? Мені арымнан алдап сулап айырған сенсің. Немене, енді ол сөзіңнің жаны бар дейсің бе? Әлде Серікке мені Қанат удай мас қылып зорлады дейсің бе? Жарайды айт, бірақ ол сенет деп ойлайсың ба? Білмеймін Қанат, осыған барарда сен емес па едің бір жолын тауып беремін дегенің, енді таппайсың ба? Уақыт болса алқымнан алады, тіпті ертең келіп қалуы да ғажап емес. Мен не бетімді айтамын, әңгіменің барысын еді ғана түсінгендеймін. Бірақ миым шатасып не ойларымды да білмеймін. Шақшадай басым шарадай болып барады. Атылып кетпей қалай тұрмын. Менің ойлармен олар да қабаттаса сөйлеп жатыр. Мен жолын тауып тұрмын. Көнбей отырған өзіңсің, сонда саған тұрмысқа шығуым керек па? Мен саған не айтып тұрмын? Мен сені емес Серікті сүйемін. Менің соған тұрмысқа шыққым келеді. Саған тұрмысқа шығатын болсам жолын сұрап нем бар сенен? Онда атаңның басына менімен төсектес болдың. Сен мені алдаған. Мені алдап кешке алып бардың. Алдап ішкіздің. Дәрменсіздігімді пайдаланып төсекке жықтың. Бәріне кінәлі сенсің, басың істесе менімен жатып нең бар? Мен де мас болатымын. Маған бәлеңді жаба берме.
Екі ғана жолың бар, бірі менімен өмір бойы бір төсекте боласың, болмаса Серікке бар шындық. Бірақ Серіктен мейірімділік күтпей-ақ қой. Ал Серікке айтқан соң маған қайтып келмесең де болады. Саған ынтық болып бара жатқан мен жоқ, тек істеген ісімді жуып шиғым келеді. Оңбағансың сен, ары қарай еңкілдеп жылаған Әселдің даусы ғана естілді. Үйеңкіге жармасып мен тұрмын. Мең-зең күйдемін. Мына айтылған сөздер өтірік па, шын ба? Қалайша маған қиянат жасадың Әсел? Бар жазығым сүйгенім ба? Бар жазығым сені ойлаумен әр күнімді атарып, сол күнімді сені ойлаумен батырғаным ба? Сағына күткендегі айтпағың осы ма? Мұны естігенше неге керең болмадым, тіпті өліп кетсемші мына ауыр сөздерді естігенше. Әсел, жан дүнием алай-дүлей, у-шу, көзім қарауытып, құлағым шымырлап кетті. Мына өмір неткен қатал десеңші. Бұрындағы махаббат бар деп басқалармен сөз таластыратын едім. Тіпті өздерің қаламайсыңдар, қаласаңдар, күтсеңдер махаббаттарың өзі келеді деп жеңістік бермейтін едім. Сондағы мен қорғаған махаббаттың сыйқы осы ма? Ей жүрегім, жүрексізді сүйгенше тас болып неге жаралмадың? Сен жүректің жолында неше қыздар қолы жетпей кеткенде, сен болсаң кілтіңді тек Әселге берген едің, енді не болды? Ол сенің аманат еткен кілтіңді жоғалтып алды, енді қалай ашылмақсың? Неткен лассың махаббат? Неткен қаталсың? Неге менімен ойнадың сен? Нелкеден олай еттің? Мұның бәрі өтірік, біз жай сенің келетініңді біліп әзілдедік дейші Әсел. Иә, осылай айтшы, сонда мен сенер ме едім? Бірақ сенің жанарыңда қатқан жүрегімді жібітер қауқар қалған жоқ. Сен мен үшін жоқсың Әсел, сен мен сүйген Әсел емес, мен жиіркене қарайтын Әселсің. Мен үшін дос дегенде, махаббат дегенде ұғым жоқ. Иә, сендер мен ойлағаннан әлде қайда жиіркеніштісіңдер. Жиіркеніштісіңдер екеуің де. Жиіркенішті көшенің қақ ортасында аяңдай басқан адамның қара сұлбасы кетіп барады. Ол Серіктің жаңа өмірге деген асықпай басқан қадамы ма екен? Әлде өмірге деген құлшынысы азайып, әрі қарай басуға дәті жетпей бара жатқан қадамы ма екен?